Азат Перуашев аузынан авария болды деп ақталып жатыр. Мен ол жерде кішкене басқаша айттым ғой. Мен бұл жерде айыппұлды жалпы жауапкершілікті сол заң бұзушылықтың ауыртпашылығына сай болу керек туралы айтқаным. Сондықтан мына терминді пайдаланғаным дұрыс емес болды, ол рас, мойындап отырмын. Азат Перуашев соншалықты не айтып қойып еді? Мұны түсіну үшін үкіметтің кеңейтілген отырысындағы мемлекет басшысының пікірін назарға алған дұрыс. Сол жиында Қасым-Жомарт Тоқаев кейбір азаматтар елді мазақ қылуға әуестеніп барады. Шоу-бизнес өкілдері, өзін қоғам белсендісі санайтын жастар, тіпті депутаттар Қазақстанға неше түрлі лақабат қоятын болды. Бұл енді мүлдем түсініксіз, ақылға сыймайтын нәрсе деген. Азат Перуашевтың жоғарыдағы ақталу сөзі осыдан кейінгі әңгіме. Мне за вас стыдно, господа чиновники Минюста, Минторговли, Минздрава и других министерств. Выйдите хотя бы раз из теплых кабинетов, встаньте на место предпринимателя и того же потребителя. Вы строите какой-то штрафстан. Перуашевтың шенеуніктерге шүйлігуі қаншалықты батыл болса, сөзім қате болды деп ақталуы соншалықты әлжуаз, әлсіз.